Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі ерекше әрі 5 минутта дайын болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, және менімен бірге болсаңыздар барлығы түсінікті болады, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен бізге капуста керек болады. Капустамыздың 1/4 бөлігін кесіп аламыз, және видеодағыдай ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Міне осындай майда болады. Турап болған капустамызды ыдысымызға салып аламыз. Және осындай бір сәбіз керек болады. Сәбізімізді дәл осылай ұзынша етіп чүркідан өткізіп аламыз. Менде үлкен сәбіз болғандықтан мен тек жартысын ғана өткізіп алдым. Сіздер орташа үлкендікте бір сәбіз қоссаңыздар жетеді. Не сәбізімізді өткізіп алдық чүркідан, енді жаңағы туралған капустамыздың үстіне салып, артынша тұзымызды салып, араластырып қойып қоямыз. Орташа үлкендіктегі 2 піскен қызылшамызды дәл осылай чүркідан өткізіп аламыз. Не қызылшамызды өткізіп болдық чүркідан. Чүркідан өткен қызылшамызды туралған массамыздың үстіне салып аламыз. Және бізге укроп пен кинза керек болады. Укроп пен кинзамызды осылай видеодағыдай майдалап ұсақтап турап аламыз. Не укроп пен кинзамызды турап болдық, жаңағы туралған массамыздың үстіне салып аламыз. Және бір штук пиязымызды майдалап турап аламыз. Ірі болмау керек, майдалап видеодағыдай турап аламыз. Турап болған пиязымызды қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз сарғыш түстес болғанша жақсылап қуырып аламыз. Осындай сарғыш түс болу керек пиязымыз. Сол аралықта біз 2 тіс чесногымызды езіп ішіне саламыз. Және паприка, кептірілген кинзамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осыны ыдысымызға салып, туралған салатымыздың үстіне салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жасалуы өте оңай салат. Мен толық рецептісін описание бөліміне қалдырып кетемін. Жасап көруге кеңес беремін. Міне біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара ас болсын.